Сәлем достар! Бүгінгі видеода мен сіздерге песочный луна печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, мені жоғалтып алмас үшін жанындағы қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Ұнымызды алып, үстіне крахмал саламыз. Жақсылап бір қозғап шығамыз. Келесі кезекте таза ыдысымызды алып, бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, үстіне сахарная пудра салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнымызды салып, қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды екі бөлікке бөлеміз. Ал енді қамырмен жұмыс жасаймыз. Біздің қамырымыз песочный болғандықтан, абайлап, ұқыпты жұмыс жасамасаңыздар, бөлініп кетуі мүмкін. Қамырымызды жайып алдық. Осылайша барлық қамырымызды ай формасымен ойып аламыз. Мен печеньенің бетіне шекер себетін боламын. Сол себептен ең бірінші сүт жағып шығамын. Егер сіздер шекер сеппейтін болсаңыздар, онда сүт жақпай-ақ қойыңыздар. Піскеннен кейін сахарная пудра себе салсаңыздар да болады. Енді осы печеньеларымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз қызарғанша. Міне біздің песочный печеньеларымыз, луна печеньеміз дайын болды. Менің видеом ұнаса лайк баса кетіңіздер, және де түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий жаза кетсеңіздер, міндетті түрде жауап қайтарамын. Менің рецептім бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, видеом ұнаса лайк басып, және де мені жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз.